Мынандай бір үкім болады. Саудада біреуден яғни ақшасымен, доллармен қарыз алған екен. Ол кездегі курстың бағасы төмен болды. Арадан бірнеше жыл өткеннен кейін қарызын қайтарайын десе, қазіргі кезде курстың жоғары болып кеткен. Егер теңгемен қарыз қайтаратын болса, 2 есе, 3 есе көп ақша қайтарайын деп тұр. Сұрақ: доллармен алған қарызын сол кездегі курспен қайтара ма, әлде қазіргі дүние кездегі курспен қайтара ма деген сұрақ. Әрине, доллар ол бізде сауда ретінде жүретін, бір товар ретінде жүретін дүние болғандықтан, біз сол кездегі алған долларды да дәл қазір кезде солай қайтарамыз. Яғни қанша доллар алсаңыз, сонша доллар қайтарасыз. Бірақ ол доллардың курсы жоғары болса да, бірақ сіз доллармен қайтара аласыз. Ол кезде 15 мың болған болса, теңгемен шаққанда, қазір 30, 40, 50 мың теңге болатын болса да, сіз сол 100 доллардың құны қанша болса, сонша қылып қайтаруға міндетті боласыз.